Қасерлі алашымның қорғаймын парасылын, намысын қолдан бермес, қасесің баласысың. Қасерлі алашымның қорғаймын парасылын, намысын қолдан бермес, сен кімнің баласысың. Үйде! Қалай қарсы алып жатыр қайын жұрт? Жақсы. До сих пор қошемет соғып жатыр. Өте жақсы. Тағы да бірден айтасың ба? А че микрофонға жабыса бересің? Менде де халқым шабыт деген рас бар. Бақытты болсын жастар. Өйтіп микрофонға жабыса беретін болсаң, өз тойыңды өзің басқар. Маған қайнатаң айттым. Қайнатаң аты кім еді? Марат. Марат деп тұр ғой сізге, шақырып жатыр, Мара дейді. Мара, иди сюда деп тұр ғой, күйеу бала, келмей жатыр. Вот Марат айтты бар ғой, менің күйеу балам риза болсын деді, потому что менің қызымды бақыт қылатын осы жігіт деді. Шыны керек бар ғой, билеп қарсы ал деді. Сен риза болсын деп билеп қарсы алып жатырмын. Шалбарым жыртылып кетті. Айқайлап өлең айтып тамағым жыртылып жатыр. Сені риза қылу үшін тағы қай жерім жыртайын, айтшы. Еріктің мамасы, қолыңыз көтеріп қойыңызшы. Еріктің мамасы. Ту, Диана, сізге ұқсайды. Шыны керек, просто светлый версиясы. Рас айтам, енесіне ұқсаған қыз бақытты болады дейді, дұрыс па? Сенен басқа ешкім шыңғырған жоқ. Еще Диана папасына да ұқсайды. Қараңыздаршы, тек аузында алтын тіс жоқ, бірақ папасына да ұқсайды. Папасына ұқсаған қыз обязательно бақытты болады. Неге екенін айтайын ба, Ерік? Потому что менің әйелім папасына ұқсайды. Папасына ұқсаған қыздар бақытты болады. Оны мен дәлелдеп айтқым келіп отыр. Бірақ папасына ұқсаған қыздардың бір минусы бар. Бір апта үйде болмаған ғой, сөйтіп әйелімнің қасына келіп жатсам, әйелім шашы короткий қылып тастапты. Как будто қайнатам қасына жатқан сияқты. Бірінші гүл кімге? Мамама. Өзің мамаңа? А че, сонда өзіңнің мамаңнан отказывать етейін деп отырсың ба не? Кімге? Екі анама. Біріншісі кімге? Екеуіне бірге. Нағыз аферистсің бар қыз енді. Екеуіне бірге де құтылып кетіп жатыр. Сөз тапқанға қолға жоқ, дұрыс па Қазизаға? Екеуін бірдей шақырамыз ортаға. Келіңіздер, бөліп жармай өте дұрыс айтасың. Все-таки біріншісін кімге береді екен? Көрейікші. Кімге береді екен? Көрейік. Не күтіп тұрсың? Мұна ана кісі күтіп тұр ғой, допустим, сені. Ана жаққа ма? Бұлай. Бұл кісі де андай ғой, екі кеменің басын ұстаған суға кетеді дейді. Бұлай тұр ғой кәу ортада деген. Ал бере ғой өз мамаңа, қалжың бәрі. Диананың мамасына қарап рахмет айтайық. Дианадай қызды дүниеге әкелгеніңіз үшін Үлкен рахмет. жоқ, менің артымнан қайтала, мені пайдаланба сен өйтіп. Дианадай қызды дүниеге әкелгеніңіз үшін 9 ай көтергеніңіз үшін еркелігін кешіргеніңіз үшін өзіңіз темный болсаңыз да ойнап айтамын, әппақ қылып өсіргеніңіз үшін қанағаттандырылмағандықтарыңыздан ойнап айтам. Рахмет. Кім? Мама. Құшақтап қой. Дұрыстап құшақта. Мен бірден айтайын ба сізге? Мен Еріктің орында болғанда бар ғой ше, сізді де құшақтар едім. Еріктің орында болғанда қайнатамды құшақтадым, допустим, деймін да. Енемді құшақтадым, сізді де құшақтар едім деймін. Ана, дертке шипа сөздеріңіз ана.
бәрі қалжың, бірақ әрбір қалжыңның астарында бір шындық жатыр. Осы аналарымыздың табанының астында не бар? Жұмақтың кілті бар дейді. Сол себепте аналарымыздан бастап жатқан, өнегелігін көрсетіп жатқан ерікке бір қошеметтеріңіз болсын. Неге? Қараңыздар, неге әкелерге гүл бермейді? Потому что әкелердің табанының астында жабысқан сағыздан басқа ештеңе жоқ.